жаңалықтарды қарап отырып, мына Францияның бұрынғы президенті бар ғой, 2007-2012 жылдары Францияны басқарған Саркози дейтін адам бар. Сол Саркозиді француздар 5 жылға соттап жатыр. Бұрынғы президенттері 2007-2012 жылдары Францияны басқарған адамды сол француздардың өзі соттап жатуы әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен таралып жатыр. Бірақ демократиялы мемлекеттерде өздерінің президенттерін, бұрын ел басқарған адамдарын жаңағы соттау, оны жауапқа тарту демократиялы елдер үшін соншалықты бір таңғалатын нәрсе емес. Мысалы, Кореяның қаншама президенті орнынан кетті, істі болды, сотталды, халықтың алдында жауап берді. Былайша айтқанда, демократиялы мемлекеттерде бұл қалыпты жағдай. Ал енді өзіміздің Қазақстанға келейік. Қазақстанда қазір екінші президент Тоқаев. Бірақ Назарбаевтың билігі өтті, бірақ соған біз тарихи бағаны бердік па? Назарбаевты сотқа да беріп көрді, бірақ сот қанағаттандырмаған еді. Оны өздеріңіз білесіздер. Бір сөзбен айтқанда, қазақ қоғамы Назарбаевты жауапқа тарта алмады. Бірақ менің ойымша, Назарбаев іштей ойлана ма екен? Тәуелсіз мемлекеттің тұңғыш басшысы болдым. Қаншама жер байлығы бар. Менделеев кестесіндегі қаншама байлық Қазақстанның әр даласында, әр жерінде, әр аймағында жатыр. Мұнай, газды былай қойғанда, бізде металдың қанша түрі, алтын, күміс дейсіз, қандай металл керек? Қаншамасы Қазақстанда. Осыған қарамастан, менің тұсымда деп ойлана ма екен Назарбаев? Қаншама жемқорлық әрекеттер болды. Қаншама шенеунік ұрлап, қаншамасы елден кетті. Менің қыздарым, күйеу балаларым миллионер, миллиардер болды. Оны аттарын өздеріңіз де жақсы біліп отырсыздар. Қаншама өндіріс орындары ашылмай жатып жабылып қалды. Өтірік ашылып деген құжат жасалды да, олардың жұмыс істеп жатқаны тек сөз жүзінде ғана болды. Бір сөзбен айтқанда, енді былыққан неше түрлі жағдайлар болды, жемқорлық әрекеттер. Осы Қазақстанның қазіргі кездегі жағдайын қараңыздар. Халықтың 80 мың, 85 мың теңгеге өмір сүруі қаншама халықтың. Тіпті 80 мың теңгеден де аз жалақы алатын адамдардың көбеюі. Қаншама қазақстандықтың шетелге жұмыс істеп кетуі, Англияға барып клубника теруі, Кореяда қашып жүріп еңбек етуі, қара жұмыс істеуі, бір сөзбен айтқанда. Осының барлығы Назарбаевтың тұсындағы жасалған жемқорлық әрекеттердің нәтижесі екен деп Назарбаевтың өзі іштей ойланбай ма екен? Әрине, Назарбаевтың өзі, сонау білесіздер, қаңтар оқиғасынан кейін халықтың алдына шығып, өзін қатардағы зейнеткермін деп атағанын білесіздер. Назарбаев өзін барлық билік Тоқаевта деген болатын. Бірақ Тоқаевтың мына сөздерін сіздерге сөзбе-сөз келтіргенді жөн көріп отырмын, себебі Назарбаев биліктен 2019 жылы кетті дегенімізбен Назарбаевтың қалай ықпал еткенін, министр әкімдерді жинап алып, жиналыс өткізгенін, тіпті Тоқаевтың өзі қауіптенгенін, Назарбаев қайтадан билікке келіп қоя ма деп, тіпті Назарбаевтың жаңағы Махатхир Мохаммадты, Малайзияның бұрынғы басшысы Махатхир Мохаммадты мысалға келтіріп, ол қартайса да қайтадан билікке келді деген сияқты нәрселерді мысалға келтіре отырып, осындай оқиғалардың болғанын Тоқаевтың өзі қаңтар оқиғасынан кейін ағынан жарылып отырып сұхбат бергенде айтқан еді. Тоқаевтың сол кезде не айтқанын қараңыздар. Тоқаев қаңтар оқиғасынан кейін осынау жаңалықты былай деп жеткізген болатын өз сұхбатында. Нұрсұлтан Назарбаев ұзақ жыл бойы ел тізгінін ұстаған уақытта кемшіліктер болды, бірақ ештеңе істемеген адам ғана қателеспейді. Ашығын айту керек, ол отставкаға кеткенімен қауіпсіздік кеңесінің төрағасы болып отырған кезде саяси сыпайылықты сақтай бермейтін. Мұны да айта кеткен жөн. Үнемі премьер-министрді, ұлттық банктің төрағасын, министрлерді, әкімдерді шақырып алып жиналыс өткізетін. Бұған өз азаматтарымызды былай қойғанда шетел басшылары мен дипломаттар да таңдана қарайтын. Назарбаев қызметінен кеткен соң тіпті жоғарылады, енді президент те оған бағынады деген әзіл әңгіме де пайда болды. Ал шын мәнінде бұл әзілдейтін жағдай емес еді. Бұл жағдай қосарланған билік туралы алып қашпа әңгіменің өршуіне әкеп соқты. Шенеуніктер де кабинеттен кабинетке жүгіріп, кімнің тапсырмасын орындайтынын білмей дал болатын. Нұрсұлтан Назарбаевтың 2021 жылғы қарашада өткен Астана клуб жиынында 92 жастағы Махатхир Мохаммадты мысалға келтіріп, өзінің Ақордаға қайтып келу мүмкін екенін мәлімдеуін және бұрынғы президенттің сол жылы желтоқсан айында Санкт-Петербург қаласында өткен ТМД елдерінің саммитіне қатысуын нағыз билік дағдарысына әкеп соқтырған негізгі оқиғалар деуге болады. Соның алдында ғана жергілікті бір саясаттанушы оған елбасының алтын дәуірін қалпына келтіру үшін батыл шаралар қабылдау қажеттігін айтып, арандатушылық мазмұндағы хат жолдаған еді. Алайда қазір парасаттылық танытып, Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанға сіңірген тарихи еңбегін лайықты бағалау керек деген болатын. Бұл Тоқаевтың берген сұхбаты, сіздерге сөзбе-сөз оқып бердім. Алайда біз мына нәрсені ойлайықшы. Мысалы, жаңағы біз айтқан видеоның басында айттық, бізде
Францияны басқарған, сонау 2007-2012 жылдары басқарған президент Саркозиді қазір француз халықтың алдына шығарып сотқа тартып, оны 5 жылға соттап жатыр. Кореяның қаншама президентін соттап жіберді өзінің халқы. Оның өткені билік еткен жылдарында осындай қателіктер жасалды дейді. Бірақ қарасаңыз, Корея, оңтүстік Кореяны алып қараңыздаршы, әлемдік брендтерді шығарған оңтүстік Корея, экономикасы, технологиясы әлде қайда дамып кеткен Корея, сонда да президенттеріне осындай жаңағы қырағылықпен қарап отыр. Олардың әрбір істеген ісін, әрбір қабылдаған шешімін тексеріп, оған баға беріп отыр. Бұл нені білдіреді? Бұл демократиялы дамыған мемлекеттер. Ал қазір бізде мынадай көзқарас бар. Назарбаев тұңғыш елді басқарған адам, тәуелсіздікті алған кезде Назарбаевтың еңбегі өлшеусіз, оның сіңірген еңбегі бар. Бірақ сол тәуелсіздік алған жылдары билік басында болған, соның айналасында болған адамдардың жаңағы несі, айтатын пікірі басқаша. Өткен желтоқсан оқиғасы, өздеріңіз білесіздер. Ондағы Назарбаевтың қайда болғаны, тамыз бүлігі бар. Ол кезде Назарбаев қайда болды? Беловеж келісімі, ол кезде Назарбаев қайда болды? Не үшін бармады деген сияқты мәселелерді айта берсең, Назарбаевтың ол тұстарда жасаған істеріне қайтадан баға беру керек болады, тарихи тұрғыдан. Ал тәуелсіз мемлекеттің басшысы болып келгеннен кейінгі Назарбаевтың жасаған жұмыстарына қарайтын болсаңыз, онда тіптен көп. Өйткені су жаңа мемлекеттің су жаңа басшысы болды. Қаншама ресурсқа, қаншама адам ресурсына, жерасты ресурсына ие бола тұра Қазақстанның бүгінгі жағдайы. Өйткені бізде Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің арасында жұмыссыздық өршіп тұр. Көш бастап тұрмыз. Мына жалақы, жалпы халықтың табыс деңгейі өте аз, инфляция жеп қойып жатыр. Басқа да нәрселер бар. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің арасында мына статистика жарияланып жатыр. Сонда Қазақстанның жағдайы, экономикалық жағдайы қуанарлық деп айтуға келмейді. Бірақ біздің осынау жаңағы тәуелсіздік алғаннан бастап экономикалық жағдайымыз қашан мықты болды, қашан күшті болды? Мұнай газды егер мұнай газ сияқты, мысалы Жапония сияқты ондай үлкен жерасты пайдалы қазбаларына бай болмаған кезде қандай болар едік біз? Әлі күнге дейін мұнай мен газға телміруді. Ал Назарбаевтың тұсында біз тіптен де мұнай газдың бағасы қалай құбылды, соған байланысты экономикамыз қалт-құлт еткен болатын. Сонда Назарбаевты сотқа берген болатын Астанада, бірақ оны қанағаттандырмады, бір сөзбен айтқанда жауапқа тарта алмадық. Ал бірақ Назарбаевтың өзі іштей ойлана ма екен, мен халқыма не істедім, қандай жақсылық істедім, қай жерде қателестім? Яғни ең болмаса Назарбаевты біз мына биліктен кеткеннен кейін оны талай рет мешітке барды, халықтың алдына шығып. Қалт-құлт етіп жүріп мешітке барған кезде Назарбаев жаңағы біршама елдің жаңағы неше түрлі пікірлер жазып жатты ол кезде. Бірақ сол талай рет барды ғой биліктен кеткеннен кейін. Сонда мешітте болсын, басқа да жерлерде болсын, Назарбаев халықтың алдына шығып бір ауыз сөз айтып, кешірерсіздер сіздер, мен мынадай билікке келіп едім, мен билікке келген кезде мынадай қателіктер жасап алдым, мына нәрселерді дұрыс істемедім деп бір ауыз мойындау сөзді әлі естімедік. Ол мысалы біз айтқан Корея, Франция елдерінде, мысалы Европа дамыған елдерде, олардың президенттер түгілі мына компанияны басқарып отырған топ менеджерлерінің өзі бір халыққа жасалған бір қызмет дұрыс емес болып қалса, не болмаса бір продукт, бір өнімі дұрыс емес болса, халықтың алдына шығып, маңдайын жерге тигізіп тұрып, тізерлеп тұрып, кешірім сұрайды халықтың алдына шығып. Ал Назарбаев компанияны емес, тұтас мемлекетті, миллиондаған халықты басқарды ғой. 30 жылға жуық миллиондаған халықты басқарған Назарбаев енді биліктен кеткеннен кейін ақсақал ретінде халықтың алдына шығып, кезінде мен мына жерде мынадай қателік жасадым деп халықтың алдына шығып, ең болмаса сөйтіп шын жүректен кешірім сұрап, не болмаса мойындаса, ол мүмкін ба? Оған Назарбаевтың бұндай бір ауыз сөз айтып халықтың алдына шығып, бір ауыз сөз айтуына кім кедергі немесе не кедергі? Оның ар намысы жібермей ма бұлай айтуға? Әлде егер бұлай айтса, халық жұлып жейді деп қорқа ма? Қалай ойлайсыздар?